Сәлем бердім баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін компот жабудың өте оңай тәсілмен бөлісемін. Компоттарымыз өте дәмді болып шығады, әрі банкаларымыз мүлдем атылмайды. Ең алдымен банкаларымызды жақсылап жуып, 2-3 сағат күнге қойып қойдым. Компотты қандай жеміс-жидекпен жасасаңыздар да өз қалауларыңыз. Мен жүзімнен, сливадан, персиктен және алмадан жасадым. Үйдегі бар жеміс-жидекпен жасай беруге болады компотты. Ең алдымен банкаларымызды булап дайындап аламыз. Жақсылап жуып алған банкаларымызды 15-20 минуттан мен булап алдым. Крышкасын шәйнектің астына салдым. Енді компоттарымызды қосатын алмамызды жуып дайындап алдық турап. Сливамызды, персигімізді де жақсылап жуып аламыз. Жүзімізді жуып, ажыратып алдым. Енді булап алған банкаларымызды алып, 5-6 штуктан персикті салдым бірінші, сливаны салдым екінші. Осылай рет-ретмен сала береміз. Алмамызды турап алған, жүзімімізді қосамыз. Осылай барлығын салып банкаларымызға дайындап аламыз. Мен осылай банкаларымыздың барлығына салып дайындап алдым. Енді үлкен кастрөлімізге су қайнатамыз. Бұрқыратып тұрып қайнатамыз. Осылай видеода көргендеріңіздей бұрқырап қайнап жатқанда банкаларымызға құйып шығамыз. Қайнап тұрған құйып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткесін. Мен осылай крышканың пайдаландым. Барлығын кастрөлімізге құйып, қайнатамыз. Міндетті түрде біріншісіне жарты сағат болу қажет. Шекерімізді саламыз. 200 грамдай осылай бір бокалмен қостым мен. Қайнап тұрған суымызды құямыз. Бұл екінші мәрте құюымыз. Осылай 15 минут қойып қоямыз қайтадан. 15 минут өткесін. Мен осылай крышка пайдаланамын. Жеміс-жидектеріміз бәрі ағып кетпеу үшін, кастрөлімізге түсіп кетпеу үшін. Осылай қайнатып, құйып, бетін осылай жауып шығамыз банка жауатынымызбен. Компот жабу өте оңай, әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап беріңіздер. Осылай жақсылап жауып аламыз. Қараңыздар, қандай әдемі болып шыққан компотымыз. Осылай компоттардың барлығын жауып дайындап алдым. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, әрбір жаңадан салған видеоларым сіздерге бірінші көрініп отыратын болады. Сіздермен бірге болған таң жарқын.